Осы ше бізде дейтін дискотека бар еді. Дискотека ұйымдастырамыз деп жатыр ғой. Я естігенім бар. Айтпақшы, ол дискотекаға барасың ба? Конечно, бізде дискотека болмайды ғой. А онда неге барасың? Мен киемін, қап-қара көйлегімді киетін шығармын. Ал сен ана бір әдемі қызыл көйлегің бар еді ғой. Соны киіп барса, екеуміз күшті боламыз. Сосын анау Жаннұрға айта саламыз, ол өзінің аппақ көйлегін киіп келсін. Сөйтсе үшеуміз өте күшті боламыз. Я, күшті болып тұрмыз ғой. Жандос, анан қарасай, не болды, Мәди? Ана қыздардың айтып отқан әңгімесін естідің бе? Бізде дейтін жақында дискотека болады деген естідің бе? Я, естідім, Мәди, не болып қалды? Сол сұрап жатқаным ғой, сенен қызықты өтеді деп ойласың ба, қызықсыз ба? Конечно, қызықты өтеді. Маған да сондай ішім пысып кетті ше. Не істесек болады? Менде бір ой бар. Қандай? Короче, ана судың ішінде бар да боласың ба, жоқ та боласың ба? Жоқ деп ойлаймын. Ал мен бар деп ойлаймын. Мысалы, ішінде бар болып қалса, сен менің айтқанымды тыңдайсың, бір тілегімді орындайсың. Ал ішінде жоқ болып қалса ше. Ал ішінде жоқ болып қалса, мен сенікін. Давайте кеттік. Тексеріп көрейік. Көрдің ба? Досым, менімен ойнамаса сен. Мен дейтін... мақтанбай ақ қойшы, бір рет ұтып қалып едің, не болды сонша? Одан да қандай беретінімді мен саған ойластыра берейін. Так. Жақында бізде дискотека, да? Я, дискотека. Не болып қалды? Саған бір ойым бар. Қазір мен парақ бар ма сенде? Плакат. Я, ішінде директор завучтардікі бар. Бірақ оны ала болмайды. Короче, соған аламыз да, бір нәрсені жазып іліп қоямыз. Оны бірақ сен жазасың да іліп қоясың. Сосын кейін барып аяқтан Айдана шығады қазір. Соға Айданаға көрсетеміз. Айдана алады, по-любому оны білем. Сөйтіп барып, ол сеніп қалады. Сөйтіп прям ұстаймыз. Ой, жарайды, кет. Мына біріншіне плакаттарды алып қоя салайықшы. Қазір плакаттарды енді жақсылап іліп қойдық міне. Енді пранктың көкесі енді болады. Ішке келіп тығылып отырайық енді. Күтіп адамдарды. Я. Так, Айдана келеді, қарсай. Айдана, ау апай, не болып қалды? Бергеш, Айдана. Так, саған бір нәрсе айтарым бар. Дискотека байланысты. Так, бұны кім істеген? Мен қалай түсінемін бұны? Диско болмайды. Бұл директор. Директор бізде бір жерге кетіп қалып еді ғой. Ол ертең келеді. Демек дискотека болмай ма? Оны тезірек бәрін айтуым керек. Оля, анан завуч көріп қойды ғой, енді не істейміз? Білмеймін. Таза косякқа кірдік біз. Осы тұра берсін. Қазір Зәуре. Так, Айдана. Ау, не болып қалды? Дискотека болмайды, барлық апайға айт. Дискотека болмай ма? Я, дискотека болмайды. Дискотека болмай ма? Онда мен барлық оқушыға айтып келген сынымдағы дискотека болмайды деп барын айтып жүр. Ойбай, сендер неғып тұрсыңдар? Ой, Айдана қалайсың? Я, қалайсың, Айдана? Не істеп тұрсыңдар? Айтпақшы, оны қойшы. Сендерге айтарым, дискотека болмайды. Қыздар, дискотека болмайды екен. Той, Айдана, қалай сонда? Блин, Жаннұрға звондамай ақ қой, киіп келмей ақ қойсын көйлегін, ертең аппақ апайдан ұрсесіп тұрасың. Блин, сонда бекер таңдалдық па? Я. Бізді мынақа үлкен бір колонка әкеп қоямыз да, мынақты бір шыршалар отыратыр. Мына жерде билейміз ғой, шырша қоямыз, сөйтіп күшті болып дискотека дайындалып жатыр. Я, мен алдында сол бәріне заказ беріп, уже ақшасын төлеп, Оля, ананың ақшасы қанша шықты десей, қанша шықты? Ананың 10 миллиондай шығып қалды ғой, бүткіл акция залды сәндеуге. 10 миллион? Оля қырсын. Мен музыкантпын, сондықтан музыкантпен алсам 10 миллион. Оля, бекер құрттым. Қоя берші, сонда балалардың бәрі дискотекаға күшті қатысады. Тегін тамақтар таратылады, ойындар ойнаймыз, қызық өтейін деп тұр 6-7 сағат. Я. Осының барлығы күшті өтетін болды ғой.
Жанара, прикиньте, біз еще директор айтқандай, біз еще андай бір дискотекамызға бір күшті бір әртістер, музыканттар, бір қазір шығып жатқан әншілерді шақырып сөйтіп күшті тойлайын деп тұрдық қой. Енді биыл бұлар 11 сынып дегендей, ұбт-ға дайындау керек, жаңа жыл тойлап алсын дегендей. Я, еще бар емес пе, мен бұған ақша қосқам, аналар 10 миллионға заттар сатып алыпты ғой, бірақ затты қайтарып алмайды екен, қолданып қойдыңыздар ма болды деп. Өлә, онда 10 миллиондық зат, колонка дегендер алдыңғы 11-лерден басқа да сыныптарға жарайын деп тұр ғой. Я, осы бір күшті мектепті тойлап алып, кейін жатамыз, рахаттанып жұмыстан босап. Айтпақшы, ертең бар емес пе, осыны бүткіжен жауып, қараңғы қылып, колонка алып келеміз. Сонда ән айтатын қыздар бар ма, соны бәрін шақыра берсе, күшті қылып тойлаймыз. Я. Досы бір жыным деп тұр. Кеттік. Ой, сәлеметсің ме? Сәлеметсің ме, Айдана, қалайсың? Жақсы апай, қалайсыз? Сендер дискотекадан алып жүрсің ба, қызым? Өлә, қазір жаман болады, кетейік. Жоқ, дискотека болмайтын еді ғой. Ал сен оны қайдан білесің? Директор жазып іліп кеткен, дискотека болмайды, бұл менің бұйрығым деп. Қалайсың, дискотека болмайды? Сонда мен ақшамды бекер қостым ба? Өлә, мағарисың қуат екен ғой? Ей, балдар, ағайлар, короче, сендерге айтарым, дискотека болмайды екен. Ойла, құрсын десе, дискотека болмайды, дискотека. Қалай сонда дискотека? Дискотека болмайды екен. Ойла. Сонда не істейміз мен? 10 миллиондық аппараттардың бәрін алып қойдым ғой. Ақша сол ғой, ақша кеткен айтарымда мен де қосқам ғой. 20 мың қосқан де мен істемейміш. Сен аузын жапшы, бүткіліне жинап алған ақшамыз сол болды ғой. Өлән істейміз. Анау бар емес пе, қайтарып алмайды екен, уже тапсырыс беріп қойды ма, бүткіл адам оған зар болып жүрген, сол аппаратты алуға. Мен ғана соның біреуін алып жақындарым арқылы істетіп едім ғой. Сонда директорге бәрібір ме екен? Дискотека күнінде. Ой, дискотекаң құтты болсын десем. Дискотека неге болмаған? Дискотека неге болмаған бұл жерде? Қазір мен бәріңді жайып. Неге болмаған дискотека осы жерде болатын еді ғой? Ей, Әсел! Не болып қалды? Ой, деп қой. Әсел қайда? Білмеймін, Әсел ол жоғарда жүрген шығар, завучтардың бөлмесінде. Не болып қалды, айта беріңіз. Мына жерде неге дискотека болмаған? Қалай сонда? Сіз бізді ақымақ көресіз бе? Біресе болады дейсіз, біресе болмайды дейсіз. Шаршаттыңыз ғой бізді әбден. Сен маған айқайлап тұрсың ба? Айқайлап тұрмын. Шаршаттың ғой деймін. Босқа ақша жинап едік. Енді ол ақшамыз қайтып келмейді. Не деген адамсың? Кішкене жауапты болмайсыз ба? Сен кішкене артық айтып қойдым деп ойламайсың ба? Мен сенен сұрап тұрмын. Бұл жерде неге дискотека болмаған деймін. Сіз өзіңіз айтып тұрып, қызық екенсіз сізде. Мен емес, сен қызық екенсіз. Мен бұл жерде дискотека болады деп айттым. Ал бұл жерде бүгін болмайды екен. Азанғылықтарға да, түскіліктерге де болмаған ба? Директор, сізге сөзім жоқ. Сіз дейтін, нағыз дейтін өтірікші екенсіз ғой? Өтірікші? Өтірікші. Жұрма тетте осы. Бей, не алып жүрсің әлі іште? Көзіме көнбей кетіңдерші бар. Не болып қалды саған, Зәуре? Менің атым Зәуре емес. Сосын білесің ба не болған? Білем. Директор келіп айтады, неге дискотека болмаған дейді. Ал мына жерде дискотеканы өзі болмайды деп айтқан. Қуама, бізде адам санамай ма сонда? Сол ғой. Қабайып деген ай. Ол балдардың кесірінен бізде деген қанша апайлар мен директорлар ұрсып қалды. Бұл достар, Фаридоса Борд арнасы менің осы видео ұнаған шығар деп ойлаймын. Бірақ
ұрыс болып кетті, қызықсыз деп ойлаймын, бірақ та мен еңбегімді бағалап лайк басып тіркеліп комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше мен сіздердің жазған пікірлеріңізді өзімне оқып отырып қуанамын, және де мен сіздерді жақсы көремін. Ендеше сау болыңыздар. Және де бұл дискотека фильм, киносы, сериалы 2 сериядан болады. Бұл бірінші сериясы, ал ертең екінші сериясын түсіремін. Ол соңғы бөлімі болады. Сол себепті сіздерге тағы да сау болыңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін.